Мұз сақтаушысының жарығы. Баяғыда қарлы таулардың биігінде адамдар ұмытқан бір сиқырлы әлем бар еді. Ол әлемді суықтан қорғайтын бір ғана кейіпкер болатын. Мұз сақтаушысы. Ол 14 жастағы батыл бала еді. Оның жүрегі мөлдір, кристалл сияқты таза, ал қолындағы артефакт жарық сыйлайтын мұз жанары бүкіл әлемге жылу тарататын. Бір күні қараңғылық патшалығы күшейіп, әлемнің жарығын ұрлап әкетпек болады. Аспан тұманданып, жұлдыздар сөне бастайды. Сонда мұз сақтаушы қарлы дауылдың ортасына кіріп, өзінің жарқыраған этно оюлары бар сиқырлы плащын жерге жайып, мұз күшімен жарықты қорғап қалады. Ол өз ішіндегі батылдық пен жылулықты біріктіріп, түннің қараңғылығына қарсы тұрады. Жанарындағы жарық күшейгенде бүкіл әлем жұлдыздай жарқ етеді. Сол сәттен бастап жаңа жылда әрбір жарық мұз сақтаушысының жүрегінен қалған мейірімнің ұшқыны дейді.